Мөлдірдің балалық шағы үнсіз сұрақтарға толы болды. Үй ішінде бір есім ешқашан аталмайтын әкесі. Ол туралы сұраса, анасының көзі бірден өзгеріп, әңгіме басқа жаққа бұрылатын. Сол сәттер Мөлдірдің жүрегіне түсініксіз ауырлық қалады. Жылдар өтті, бірақ сол ауырлық жоғалмады. Керісінше күннен күнге тереңдей берді. Бір күні анасы қатты ауырып, ауруханаға түсті. Дәрігерлер оның жағдайы аса ауыр екенін айтты. Сол түні бөлме ішін әлсіз жарық қана жарықтандырып тұрды. Анасы Мөлдірдің қолын ұстап, ұзақ үнсіздіктен кейін әрең сөйлей бастады. Мен саған бір шындықты айтып үлгермеуім мүмкін, бірақ сен оны білуің керек. Мөлдірдің жүрегі қатты соқты. Қандай шындық, мама? Бірақ анасы жауап бермеді. Көзін жұмып, үнсіз қалды. Анасы қайтыс болғаннан кейін үй үшін ауыр тыныштық басты. Мөлдір әр заттан анасының ізін іздеп жүріп, ескі сандықтың түбінен сарғайған хатты тапты. Хаттағы бір ғана сөйлем оны есеңгіретіп жіберді. Мен сені шын әкеңнен айырдым. Мөлдірдің қолы қалтырады. Көзінен жас тоқтамады. Бұл сөздің артында қандай шындық жатқанын ол әлі білмейтін еді. Мөлдір хатты қайта-қайта оқыды. Әр оқыған сайын жүрегі ауырлай берді. Мен сені шын әкеңнен айырдым деген бір ғана сөйлем оның бүкіл өмірін асты үстіне шығарғандай. Неге? Анам не үшін бұлай істеді? Ол сол түні ұйықтай алмады. Таң атқанша санасында бір ғана ой: шындықты білу. Келесі күні Мөлдір анасының ескі заттарын ақтара бастады. Киімдер, фотоальбомдар, ескі қағаздар бәрі жай ғана естелік сияқты көрінгенімен, олардың арасында бір нәрсе назарын аудартты: шағын қара дәптер. Дәптерде анасының қолымен жазылған күнделіктер бар екен. Мөлдір бірінші бетін ашты. Бірінші жолдан бастап қолы дірілдеп кетті. Егер бір күні Мөлдір мұны оқыса, мені кешіре алмас. Ол тынысын ішіне тартып оқи берді. Анасы жазған жазбаларда бір ер адам туралы айтылған. Ол ер адам бұрынғы өміріндегі үлкен қателік болған. Бірақ ең шошытқаны, сол адам Мөлдірдің шын әкесі екен. Күнделікте ауыр шындық жазылған. Анасы мен әкесі бір-бірін жақсы көрген. Бірақ араларындағы сатқындық пен үлкен жанжал бәрін бұзған. Сол кезде анасы ашумен әрі қорқынышпен Мөлдірді әкесінен алыстатқан, жылдар бойы өтірікпен өмір сүрген. Мөлдір дәптерді ұстап ұзақ отырды. Көзіне жас толды. Бірақ бұл жылау жай ғана қайғы емес, ішкі әлемнің күйреуі. Мен әкемнен өзім айырылғанмын ба? Сол сәтте есік қағылды. Мөлдір селк етті. Есікті ашқанда алдында бұрын көрмеген ер адам тұр екен. Бірақ көздері таныс сияқты. Ол бәсең дауыспен: Мөлдір, мен сені көп жылдан бері іздеп жүрмін, деді. Мөлдір үнсіз қалды. Дүние бір сәтке тоқтап қалғандай. Ал жүрегінде тек бір ғана сұрақ жаңғырып тұрды: бұл адам шынымен менің әкем бе? Мөлдір сол сәтте бір қадам да жасай алмай қалды. Есіктің алдында тұрған ер адамның да көзі дірілдеп тұр. Екеуінің арасындағы үнсіздік ауыр тартып, уақыт тоқтап қалғандай сезілді. Сен шынымен мені іздедің бе? Деді Мөлдір әрең естілер дауыспен. Ер адам басын изеді. Дауысы дірілдеп шықты: иә, мен сені жоғалтқан күнімнен бері бір күнде тыныш өмір сүрген емеспін. Мөлдір артқа бір қадам шегінді. Көз алдында бәрі араласып кетті. Анасының хаттары, күнделік, жылдар бойғы өтірік. Сонда сен менің әкемсің бе? Деді ол көз жасын тыя алмай. Ер адам ауыр күрсінді. Көзін төмен салды. иә, бірақ мен сені тастап кеткен адам емеспін. Мені сенен айырған жағдай болды. Ол ішке кірді. Мөлдір есікті жапты. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы отырды. Ер адам баяу сөйлей бастады: сенің анаң екеуміз бір кездері қатты жақсы көрдік. Бізде бәрі болатындай еді, бірақ бір адам біздің өмірімізді бұзды. Мөлдір тынысын ішіне тартып тыңдады. Ол адам сенің әжеңнің шешімімен бәрін бұрды. Бұл адам саған лайық емес деп бізді айырып жіберді. Ал сен туған кезде маған айтпай сені алып кетті. Мөлдірдің көзінен жас тоқтамай ақты. Бірақ бұл жолы жек көру емес, түсінбеушілік еді. Ал анам неге маған айтпады? Деді ол дауысы қалтырап. Ер адам үнсіз қалды. Біраздан кейін ғана ауыр сөз айтты: өйткені сенің анаң қорықты және кешірім сұрауға кеш болды деп ойлады.
Сол кезде бөлме ішіне ауыр тыныштық орнады. Мөлдір орнынан тұрып, терезеге ұзақ қарап тұрды. Сыртта өмір жалғасып жаттыр, бірақ оның ішінде бір әлем құлап қалғандай. Сонда менің бүкіл өмірім өтірік болды ма? Деді ол ақырын. Ер адам жауап бере алмады. Тек көзіне жас алды. Сол сәтте мөлдір бір нәрсені түсінді. Шындық табылды, бірақ ол жүректі жеңілдетпейді екен. Кейде шындық ең ауыр жүк. Мөлдір терезеден ұзақ қарады. Сыртта адамдардың өмірі жүріп жатты, ал оның ішінде бәрі тоқтап қалғандай еді. Ол бір сәтке де не ойларын білмей тұрды. Біраз үнсіздіктен кейін ол ақырын ғана сөйледі. Егер сен шынымен менің әкем болсаң, неге бізді қорғап қала алмадың? Ер адам басын төмен салды. Бұл сұраққа жауап беру оған бәрінен ауыр. Мен тырыстым, бірақ кешігіп қалдым. Сен туған кезде мені сендерден алыстатып қойған болатын. Ал кейін іздеуім ұзақ жылдарға созылды. Мөлдірдің көзінде ашу да, өкініш те, сағыныш та араласып кетті. Ал анам неге ол маған ештеңе айтпады? Неге мені өтіріктің ішінде өсірді? Ер адам ауыр күрсінді. Өйткені ол сені жоғалтып алудан қорықты. Ол шындық сені ауыртатынын білді, бірақ оның үнсіздігі бәрінен де ауыр болып шықты. Мөлдір отыра кетті. Қолымен бетін жауып ұзақ жылады. Бұл жылау бала кезінен жиналған сұрақтардың, жоғалған жылдардың, өтірікте өткен өмірдің жылауы еді. Біраз уақыттан кейін ол басын көтерді. Егер мен сені кешірсем, бәрі бұрынғыдай бола ма? Ер адам бірден жауап бермеді. Көзінде үміт пен қорқыныш қатар тұрды. Бұрынғыдай болмайды, бірақ біз қайта бастай аламыз, деді ақырын. Сол күні мөлдір алғаш рет ішіндегі ауырлықтың сәл де болса жеңілдегенін сезді. Бірақ ол бәрі бітті деген сөз емес еді. Керісінше, енді ғана шын өмір басталатын. Бірақ сол сәтте телефон шыр етті. Белгісіз нөмір. Мөлдір телефонды алды. Экрандағы қысқа хабарлама оның жүрегін қайтадан суытты. Сен білетін шындық толық емес. Мөлдір мен әкесі бір-біріне қарады. Бөлме ішіндегі тыныштық қайтадан ауырлай түсті. Бұл шындықтың соңы емес еді. Мөлдірдің қолындағы телефон сәл дірілдеп кетті. Экрандағы сол қысқа хабарлама көзін алмай қояр емес. Сен білетін шындық толық емес. Бөлме ішіне қайтадан ауыр тыныштық орнады. Әкесі де телефонға қарап, қабағын түйді. Бұл кім болуы мүмкін? Деді мөлдір сыбырлап. Ер адам жауап бермей, тек ойланып қалды. Келесі күні мөлдір сол нөмірге қайта қоңырау шалды. Бірнеше гудоктан кейін арғы жақтан ер адамның қарлығыңқы дауысы естілді. Ақыры жауап бердің бе? Мөлдірдің жүрегі шым етті. Сен кімсің? Неге маған хабарлама жібердің? Біраз үнсіздік болды. Сосын ол адам жай ғана. Мен сенің анаң жайында бәрін білетін адаммын. Мөлдір селк ете қалды. Не білесің? Ол айтпаған шындықты. Сенің әкең туралы да, және анаңның ең үлкен шешімі туралы да. Сол сәтте бәрі одан сайын күрделене түсті. Мөлдір телефонды қаттырақ ұстады. Айт онда. Кімсің сен? Арғы жақтағы дауыс сәл бәсеңдеп. Мен сенің анаңмен сол оқиға болған кезде жанында болған адаммын. Ал сенің шын әкеңді одан ажыратқан бір ғана адам емес. Мөлдірдің тынысы тарылып кетті. Қалай сонда? Бұл жай ғана махаббат емес еді. Бұл жерде үлкен сатқындық, ақша және қорқыту болған. Телефон бір сәтке үзіліп қалды. Сосын қайта қосылды. Егер сен шындықты білгің келсе, жалғыз кел. Әйтпесе, бәрі тағы да жасырылады. Мөлдір үнсіз қалды. Бірақ енді ол тоқтай алмайтынын түсінді. Бұл белгісіз адам, жау ма, әлде шындықты ашатын жалғыз кілт пе, әлі белгісіз еді. Ал ең үлкен сұрақ енді ғана басталды. Анамды кім және не үшін бұлай қорғауға мәжбүр етті? Мөлдір бірнеше минут телефонды ұстап тұрып қалды. Жалғыз кел деген сөз құлағынан кеткен жоқ. Жүрегі қатты соғып, ішіндегі қорқыныш пен қызығушылық арпалысып жатты. Әкесі оның түрін көріп. Не болды? Деді алаңдап. Мөлдір жай ғана телефонды көрсетіп. Мен шындықтың жалғасын таптым, деді. Келесі күні ол айтылған мекен жайға келді. Қала шетінде тұрған ескі ғимарат екен.
Есікті ашқанда іште жарық әлсіз жанып тұр. Арт жағынан бір ер адамның дауысы естілді. Ақыры келдің, мөлдір бұрылды. Орта жастағы ер адам тұрды. Оның көзқарасы салқын, бірақ сенімді еді. Сен кімсің? Деді мөлдір. Ол жай ғана орнынан қозғалып. Мен сенің анаңның сол жылдардағы ең жақын адамы болдым, және бәрін бұзған адамдардың бірі де осында болғанмын. Мөлдірдің жүрегі су ете қалды. Не айтып тұрсың? Ер адам ауыр күрсінді. Сенің анаң мен әкеңнің махаббаты таза болған. Бірақ бір адам болды бәрін қызғанған. Ол, сенің анаңның туысы, оның өміріне араласқан адам. Мөлдір көзін жұмды. Бұл жаңа ақпарат бұрынғыдан да ауыр еді. Ол адам сенің анаңа өтірік айтқан. Сенің әкең сені тастап кетті деп. Ал әкеңе керісінше хаттар жіберіп, анаң сені ұмытып кетті деп сендірген. Мөлдір есеңгіреп қалды. Сонда бәрін бір адам жасаған ба? Ер адам басын изеді. Иә. Ал сенің анаң соның кесірінен қатты қорқып, сені қорғау үшін шындықты жасыруға мәжбүр болды. Сол сәтте бөлме ішіндегі ауада ауырлап кеткендей, мөлдірдің көзінен жас өзінен өзі ағып кетті. Сонда менің бүкіл өмірімді бір адамның өтірігі бұзды ма? Деді ол әрең. Ер адам үнсіз қалды. Бұл сұраққа басқа жауап жоқ еді. Сол кезде есік сыртынан аяқ дыбысы естілді. Мөлдір мен әлгі ер адам бірдей бұрылды. Есіктен кірген адамды көргенде мөлдірдің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бұл оның анасының туысы еді. Бәрін бастаған адам. Ол жай ғана күліп тұрды. Шындықты білдің бе, мөлдір? Бірақ енді кеш, деді салқын дауыспен. Мөлдірдің көзінде алғаш рет қорқыныш емес, ашу пайда болды. Ол енді жылаған жоқ. Енді ол шындықпен күресуге дайын болатын. Мөлдір бір сәтке де көзін тайдырмады. Есіктен кірген адамның жүзіндегі сол мысқыл күлкі оның ішін ашытып жіберді. Сен бәрін бұзған адамсың ба? Деді ол әрең ұстап тұрып. Ер адам жай ғана иығын көтерді. Бұздым дейсің бе? Мен тек шындықты жаптым. Ал адамдардың өздері соған сенді. Сол сәтте бөлме ішіндегі ауа тіптен тарылып кеткендей болды. Анасының бұрынғы танысы алға бір қадам басты. Сен өтірік айтып тұрсың, деді ол ашумен. Сен хаттарды бұрмаладың, адамдарды айырып тастадың. Бірақ әлгі адам салқын ғана жымиды. Дәлелің бар ма? Мөлдірдің қолы дірілдеп кетті. Ішіндегі ашу біртіндеп күшейе түсті. Менің өмірімді сен бұздың, менің анамды, әкемді, бәрін, деді ол дауысы дірілдеп. Ол адам оған жақындай түсті. Ал сен қазір не істей аласың? Шындықты білгеніңмен өткенді өзгерте алмайсың. Сол кезде есік қайтадан ашылды. Мөлдір селк ете қалды. Ішке оның әкесі кірді. Бетінде ауыр шешімнің ізі бар. Жетет, деді ол қатты дауыспен. Бөлме ішіндегі бәрі үнсіз қалды. Әкесі әлгі адамға тура қарап. Сен бізді жылдар бойы бөліп келдің. Бірақ енді бітті. Мөлдір алғаш рет әкесінің көзінен қорқыныш емес, батылдық көрді. Сол сәтте анасының туысы күлді. Сен кеш келдің, бәрі аяқталған. Бірақ әкесі жай ғана қалтасынан бір ескі папканы шығарды. Жоқ. Бұл енді басталатын жер. Мөлдір папкаға қарады. Оның ішінде хаттар, дәлелдер, ескі жазбалар бар еді. Бәрі ашылып жатыр. Анасының туысының жүзі алғаш рет өзгерді. Сенімділігі жоғала бастады. Бұны қайдан алдың? Деді ол бәсең дауыспен. Әкесі жай ғана. Сен бізді бөліп жүріп, өзіңнің ізіңді қалдырдың. Сол сәтте мөлдір бәрін түсінді. Енді олар жыламайды. Енді олар үнсіз қалмайды. Енді шындықтың соңғы соғысы басталатын. Бірнеше күн ішінде бәрі өзгеріп кетті. Мөлдір, әкесі және әлгі жиналған дәлелдер енді жай ғана естелік емес, нақты іс болатын нәрсеге айналды. Олар полицияға барып, бар құжаттарды тапсырды. Ескі хаттар, қолдан жасалған хабарламалар, куәгердің айтқандары бәрі бір іске бірікті. Анасының туысы өзін сенімді ұстауға тырысқанымен, жағдай ушығып бара жатты. Қала ішінде оның аты қайта-қайта айтылып, адамдар арасындағы сыбыр көбейді. Сотқа дейінгі дайындық күндері ауыр өтті.
Мөлдір әр түнде анасын ойлады. Егер ол тірі болса, бұған қалай қарар еді? Деген ой оны тыныштықтан айырды. Әкесі болса алғаш рет қызымен бірге бір бағытта тұрғанын сезінді. Екеуінің арасындағы жылдар бойғы алшақтық біртіндеп азая бастады. Біз енді артқа шегінбейміз, деді ол бір күні. Мөлдір жай ғана бас изеді. Сот болатын күн жақындаған сайын қысым күшейді. Белгісіз қоңыраулар, ескерту сияқты хабарламалар келе бастады. Бұл істі ары қарай апармаңдар, бірақ Мөлдір қорыққан жоқ. Керісінше, ішіндегі ашу анығырақ бола түсті. Сот залына кірген күні бәрі суық, адамдар тыныш отыр. Анасының туысы да сол жерде, өз-өзіне сенімді кейіппен отырды. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша болатын. Прокурор бірінен соң бірін дәлелдерді көрсете бастады. Бұрмаланған хаттар, жасалған жалған хабарламалар, әке мен ананы әдейі ажыратқан әрекеттер. Залда сыбыр күшейді. Сенімсіздік күдікке айналды. Сол сәтте судья куәгерді шақырды. Мөлдірдің жүрегі қатты соқты. Ішке бір адам кірді, бұрын белгісіз болған сол шындықты білетін ер адам. Ол бәрін ашық айта бастады. Қалай бәрі жоспарланғанын, кім бұйрық бергенін, қалай өтірік жасалғанын. Залдағы ауа тарылып кетті. Анасының туысының беті алғаш рет өзгерді. Сенімділігі жоғалып, орнына қорқыныш келді. Бұл өтірік, деді ол айқайлап. Олар бәрін бұрмалап отыр. Бірақ ешкім сенбеді. Судья ұзақ үнсіздіктен кейін көзілдірігін түзеп. Дәлелдер жеткілікті. Іс жалғасады, деді. Мөлдір сол сәтте әкесіне қарады. Екеуі бір-бірін түсінді. Бұл жеңістің басы ғана еді, бірақ ең қиын кезең артта қалған болатын. Сот залынан шыққанда Мөлдір алғаш рет жеңіл тыныс алды. Бірақ ол бір нәрсені жақсы түсінді. Шындық ашылса да, оның жарасы бір күнде жазылмайды. Сот залынан шыққан соң Мөлдір бірінші рет жеңіл тыныс алғандай болды. Бірақ сол жеңілдік ұзаққа созылмады. Ғимарат баспалдағында әкесімен қатар келе жатқанда, арт жақтан бір дауыс естілді. Сіздер бәрін бітті деп ойлап қалдыңыздар ма? Мөлдір жалт қарады. Анасының туысы емес, бұл жолы мүлде басқа адам еді. Бейтаныс, орта жастағы ер адам. Қолында бір папка. Бұл іске қатысы жоқ деп ойлаған бір деталь бар, деді ол жай ғана. Бірақ ол шықса бәрі қайта қаралады. Әкесі бірден алға шықты. Сен кімсің? Біз сені бұл жерде көрмедік. Ер адам сәл жымиып. Себебі мен осы уақытқа дейін үнсіз болдым. Ол папканы ашып, ішінен бір құжатты көрсетті. Мөлдір жақындап қарады. Құжаттағы есімді көргенде жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ол жерде анасының атымен бірге басқа бір адамның қолы тұрған еді. Бірақ ол адам сотта кінәлі деп танылған туыс емес. Бұл не? Деді Мөлдір сыбырлап. Ер адам тыныш қана жауап берді. Сіздер қазір сотта дұрыс адамды ғана емес, тек бір бөлігін ғана ұстап отырсыздар. Әкесі құжатты қолына алды. Бет әлпеті өзгеріп кетті. Бұл мүмкін емес, ер адам сөзін жалғастырды. Сол жылдары бәрін ұйымдастырған адам жалғыз емес. Ол тек беті ғана. Нақты шешімді берген басқа адам. Мөлдірдің ішінен суық бір сезім өтті. Сонда біз әлі толық шындықты білмейміз бе? Деді ол әрең. Ер адам басын изеді. Жоқ. Және ең қызығы, ол адам әлі де сіздердің араларыңызда болуы мүмкін. Сол сәтте үнсіздік орнады. Көше, адамдар, сот ғимараты, бәрі бір сәтке алыстап кеткендей болды. Мөлдірдің ойында бір ғана сұрақ айналып тұрды. Егер шын кінәлі әлі ашылмаған болса, онда біз кіммен күрестік? Әкесі папканы қатты қысып ұстады. Бұл енді басқа деңгей, деді ол ауыр дауыспен. Мөлдір терең дем алды. Көзіндегі қорқыныш орнына бір нәрсе келді, шешім. Ол енді тоқтамайтынын түсінді. Мөлдірдің басында бір ғана ой айналып тұрды. Егер бәрі аяқталмаса, онда басты кінәлі кім? Ер адам берген папка әкесінің қолында дірілдеп тұрды. Ішіндегі соңғы параққа көз түскенде әкесінің жүзі бірден өзгерді. Бұл мүмкін емес, деді ол бәсең дауыспен. Мөлдір жақындап қарады.
Құжатта бірнеше қолтаңба мен мөрдің арасында бір есім анық көрінді. Анасының жақын адамы ретінде бұрыннан таныс болған, сотта куәгер болып жүрген сол ер адамның өзі. Ол тек куәгер емес, деді бейтаныс ер адам жай ғана. Ол бәрін бастап берген адам. Мөлдірдің тынысы тарылды. Қалай сонда? Ол бізге көмектесіп жүрді ғой, ер адам басын изеді. Дәл сол үшін сендер сендіңдер. Ол сендердің араларыңа кіріп, екі жақты да бақылап отырды. Хаттарды бұрмалағанда сол. Ақпаратты таратқанда сол. Сол сәтте бәрі орнына түсе бастады. Сотта шындықты айтып тұрған адам болып жүрген куәгер ең үлкен өтірікті жасырып келген. Әкесі жұдырығын түйді. Демек біз өз қолымызбен соның сөзін дәлелдеп бердік. Мөлдірдің көзінде ашу пайда болды. Ол қазір қайда? Бейтаныс ер адам жауап берді. Ол соттан кейін жоғалып кетті. Бірақ бір нәрсе қалдырды. Ол қалтасынан кішкентай флешканы шығарды. Мұнда барлық дәлел бар. Қалай жоспарлағаны, кіммен байланысқаны, тіпті сенің анаңға не айтқанына дейін. Мөлдір флешканы қолына алды. Қолы мұздап кетті. Сонда ол бізді жылдар бойы ойнап келген бе? Ер адам ауыр күрсінді. Иә. Бірақ енді ойын бітті. Сол кеште олар бәрін полицияға тапсырды. Бұл жолы іс бір ғана адамға емес, бүкіл жоспарға қарсы қайта ашылды. Бірақ ең күтпеген нәрсе келесі күні болды. Мөлдір үйге кіргенде үстелде бір хат жатты. Ешкім кірмеген еді. Хатта бір ғана сөйлем жазылған. Сендер мені іздеп жүрсіңдер, бірақ мен әрқашан бір қадам алдамын. Мөлдір хатты ұстап тұрды. Бұл оның соңы емес екенін түсінді. Басты кінәлі табылған сияқты, бірақ шын ойынды бастаған адам әлі де көлеңкеде еді. Мөлдір хатты қайта-қайта оқыды. Мен әрқашан бір қадам алдамын деген сөйлем оның ішінде бір түрлі суық қорқыныш қалдырды. Бұл жай қылмыс емес, бұл әлі аяқталмаған ойын сияқты еді. Әкесі үнсіз отырды. Бір сәттен кейін ғана ауыр дауыспен сөйледі. Егер ол адам шынымен бәрін басқарған болса, онда біз оның себебін де түсінбей отырмыз. Келесі күні олар бұрынғы куәгерді тапты. Бұл жолы ол қашып жүрген жоқ, өзі келісті. Ол ұзақ үнсіздіктен кейін бәрін бастан аяқ айтуға кірісті. Сендердің ойларыңдағыдай бұл тек қызғаныш немесе ақша емес еді. Мөлдір көзін алмай тыңдап отырды. Бұл кек болатын. Кек? Деді әкесі қабағын түйіп. Ер адам басын изеді. Сенің анаң мен әкең білмей бір адамның өмірін қатты өзгерткен. Жас кезінде болған бір оқиға, бір отбасының күйреуі, сол үшін ол адам өмір бойы кек сақтаған. Мөлдірдің жүрегі тарылды. Сонда біз не үшін зардап шектік? Ер адам ауыр күрсінді. Ол адам үшін ең ауыр соққы отбасын бұзу болған. Ол сендердің махаббаттарыңды, сенімдеріңді, жылдарыңды біртіндеп құлатты. Себебі оның көзінде бұл әділет. Әкесі жұдырығын түйді. Бұл әділет емес, бұл ауру кек. Мөлдір үнсіз қалды. Ішінде ашу да, аяныш та, түсінбеушілік те араласып кетті. Ол енді қайда? Деді ол ақырын. Ер адам төмен қарап. Ол ешқашан жоғалған жоқ. Ол тек бақылап отырды. Сендердің әр қадамыңды біліп. Сол сәтте бөлмеде үнсіздік орнады. Телефон шыр етті. Мөлдір экранға қарады. Белгісіз нөмір. Бір ғана жаңа хабарлама. Енді сен мені түсінесің. Келесі қадам сенің таңдауың. Мөлдір терең дем алды. Бұл жолы ол қорыққан жоқ. Жетеді, деді ол ақырын. Енді мен өзім барамын. Бұл оқиға енді тек шындықты ашу емес еді. Бұл соңғы қарсыласуға дайындық болатын. Мөлдір хабарламаны оқыған сәтте жүрегі қатты соқты. Бірақ бұл жолы ол қашпады. Қорқыныштың орнына бір анық шешім пайда болды. Мен барамын, деді ол жай ғана. Әкесі қарсы болғысы келді, бірақ Мөлдірдің көзқарасын көріп тоқтады. Бұл жолы ол қызын ұстап қалу мүмкін емес екенін түсінді. Белгіленген орын қаланың шетіндегі ескі өндіріс ғимараты еді. Ішке кіргенде жарық әлсіз жанып тұрды. Тыныштық тым ауыр. Келдің бе деген дауыс жаңғырып шықты. Мөлдір бұрылды. Алдында ұзақ уақыт бойы белгісіз болып келген адам тұрды.
Ол баяу жақындап сөйледі. Сен мені жиі көріп келдің, бірақ мен сенің өміріңді ғана емес, сенің отбасыңды да қайта жаздым. Мөлдір көзін алмай қарады. Сенің әділетің менің өмірімді бұзды. Ер адам сәл жымиды. Мен сенің отбасыңды бұзған жоқпын, мен тек бұрын бұзылған нәрсені аштым.